Маған ондай емеурін білдірген азаматтар болған жоқ, шыны керек. Енді мен қоғамдық салада жүрдім, өзіңіз білесіз. Бұрындары мемлекеттік қызметте емес, керісінше осы коррупциямен күресіп жүрген топтардың қатарында болдым. Сол себептен енді мен ондай мәселе бойынша ешқашан өмірімде онымен кездескен азамат емес. Предлагали взять? Да. Я сказал, еще одну предложите, посажу. Болды, жасыратын депутатқа, депутат болғанға да, кейбір шешімдер үшін біз оны бірден құқық қорғау органдарына арыз жазып тастаймыз. Мемлекеттік қызметте жүргенде, әкім болып жүрген кезде сізге пара ұсынған жағдайлар болды ма? Болды. Сіз не істедіңіз? Алған жоқпын. Мен Батыс Қазақстан облысында, Атырау облысында министрлікте жүргенде ондай нәрседен араласқан жоқпын. Соның арқасында ешкімнен ұялмай барып, қорықпай жүретін азаматтың бірімін. Сонда көп сума ұсынды ма, әлде сумасын айтпады? Жоқ, ондай мен сума базарлармен саудаласып көрген жоқпын, сондықтан білмеймін кімге не бергісі келіп отырғанын. Бірақ ұсынған жағдайлар болды, шын айту керек, оны білемін. Жоқ, болған жоқ. Мен оған мүмкіндік берген жоқпын. Жоқ, болған жоқ. Ол адамның келбетіне қарайды. Егер бірден адам ондайға жақын емес адам болатын болса, ешкім ешқашан оған ұсынбайды. Пара емес енді, пара ретінде әңгіме айтады ғой кісілер келгенде. Біз там жақсылықты ұмытпаймыз. Тура айтқан емес, косвенно дейді ғой. Байқыз, ондай болды енді фактілер. Енді біз көбінесе кабинеттен қуамыз ондай адамдарды. Енді нақты келіп ешкім пара ұсынбады. Бірақ әртүрлі жердегі адамдар әртүрлі мәселелер бойынша сөйлескісі келіп, басқа да әртүрлі әңгімелерге тартып, осы мәселені қолдасаңыздар дұрыс болатын еді деген нәрселер болды. Бірақ нақты келіп пара ешкім ұсынбады. Нет, не то, что не помню, не предлагали. Енді ол адамның өз басына байланысты ғой. Егер сен өзің оған мүмкіндік бермесең, егер сен өзің оған қалайды сондай бір әңгімелерге мүмкіндік бермей, сенің жалпы имиджінде да сен туралы ел не айтады дегенде де дәл сондай сенде имидж қалыптасса, саған ешкім ұсынбайды да. Сондықтан мен өз жұмысымда мысалы мүлдем төзбеушілік принципін ұстанамын. Менің қол астымда істеген азаматтарда да, басқаларда да оны жақсы түсінеді мысалы. Сондықтан ол әр адам өзінен бастау керек. Тәртіпке сіңіп кетті. Кейбір бизнесмендер оны қалай дейді, әдеттегендей соны қанша адам қалай дейді, подушка дей ме, проценттер қанша, откат мұндай сөздер болды ғой. 10%, 5%, 3%, даже айтады ғой, жүйелерде де солай жүрді. Сондықтан бүгінгі көтерілген мәселе өте дұрыс. Оны заңға енгізсе, келешекте халықтар, адамдар, мемлекеттік қызметке көбінесе олар түсінеді не екенін. Пара, оған сөз сөйлеу, оны біреуге ұсыну, ол қылмыстық іс деп сондай мәселеге келе жатырмыз ғой, дұрыс. Енді елдегі мына жемқорлыққа қарсы күрес аясына кіретін санаттар мен субъектілердің саны артып жатыр ғой. Мысалы үшін енді қаншама 98 депутат бар дейікші. 98 депутат туралы әңгіме айтылып жатқан жоқ. Мектептің директорын айтады, сонның директорын айтады, аурухананы айтады, балабақшаның кезегін айтады, үй берудің кезегін айтады. Негізінен адамдар өзіне қай тақырып жақын, сол жақты айтады ғой. Бізбен енді жарайды. Жылына бір-екі рет кездесер, әңгімені тыңдар, телевизордан көрер. Бірақ күнделікті өзінің өміріне, жанына бататын тақырып сол өзінің ауылының, қаласының ішіндегі мәселе ғой. Теоретически, да, на это и рассчитано, чтобы не было даже условий. Это же получается условия, да, то есть такие определенные для коррупции. То есть это не совсем еще коррупция, потому что на самом деле самого предмета преступления нет, то есть взятка не дана. Но это условия, то есть, соответственно, да, здесь, скорее всего, это сработает, но наши коллеги вот сейчас тоже этот вопрос поднимали. Сейчас они активно работают над тем, чтобы все-таки это было в правом поле, потому что доказать намерения, предложения, то есть такие косвенные признаки, их достаточно сложно. И чтобы здесь не произошло нарушение прав человека, не произошло злоупотребление этими нормами в целью каких-то манипуляций. Я думаю, что вот как раз сейчас Маджлис над этим работает, чтобы эти нормы действительно заработали в таком грамотном и правильном правом поле.
Жоқ, енді ол реестр біріншіден ол жабық форматта болады. Енді ол қылмыстық іске тартылған азаматтар болмаса қылмыстық істен кейін шығады. Оған енді белгіленген адвокаттар, құқық қорғау органдары, сонымен қатар мемлекеттік органдар ғана мүмкіндік ала алады енгізуге. Бұл былай түсіну керек. Әлемде дамыған мемлекеттерде сіз индивид ретінде тек қана өзіңіздің басыңызға жауап бермейсіз. Сізден тарап отқан ұрпаққа да, бауыр достарыңызға да, балаларыңызға да жауаптысыз. Бұл сол мақсатта енгізілген дүние. Сіз түсінік болуыңыз керек. Егер де сіз қазір бір ойыс басатын болсаңыз, қадам, онда ол сіздің отбасыңызға да зиянын тигізуі мүмкін. Өйткені сіздің балаңыз болашақта құқық қорғау органдарына жұмысқа кіреміз десе, онда айтады, міне сіздің әкеңіз коррупционер болған, сізге жол жабық дейді. Сол себептен сіз енді болашағыңызға да, болашақ ұрпақтарыңызға да жауаптысыз. Сол себептен әрине бұл енді қатаңдатудың бір жолы.